қолдан, арулар аз болды ма атқа қонған, көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтабаннан. Қайырлы күн. Бүгінгі сұхбат тайм бағдарламасының кезекті қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Рамазан Тайманов. Аға, бізде шағын сұхбат. Мен қазақ қыздарына қайран қалам деген керемет тарихи туындының авторысыз. Бүгінгі әңгімеміз осы әннің шығу тарихы, осы ән туралы болмақ. Бұл ән дүниеге қалай келді? Так, бұл өлең тарихын айту үшін әрек қозғайық. 86 жылға болған Қазақстанда болған көтерілісте мен қатысқанмын. Менімен бірге Ләззат Асанова деген қазір қарындасымыз менімен бірге оқыды Қобыз қаласында. Жақын қарындасым болып бірге араласып жүрген. Сол площадьқа бәріміз бірге шықтық. Жастар сияқты бәріміз. Ол площадьта осында қырым болады, біз білген жоқпыз. Площадьқа барғаннан кейін небір қырымды көрдік. Оның бәрін басынан аяғына шейін айта берудің қажеті жоқ, қайта. Содан сол кезде байқағаным, қазақ жігіттерінің сол Заводскойға шыққандағы көздердің, әсіресе қыздардың сондай ашынып, қонайып, орнына орыс келгеніне наразы болып шыққан жастардың көзқарастары әлі көз алдынан кетпейді. Солдаттарға біз ара иттеп тастаймыз 15 метр. Солдаттар бізді 15 метр кейге шегіндіре сөйтіп қырқысып жатқан жағдайларды көрген. Соны куәсі болдым, арасында өзімде болдым. Сол біткеннен кейін, сол 2-3 күннен кейін Ләззатты тағы басқа қыздардың желтоқсанға площадьқа қатысыңдар деп кімбірдің адамдар тергеген. Оның үстіне бір комнатта бір Жамбылдың қызының бір сырғасы жоғалып, сол қыз Ләззаттан көрген. Ләззат алған жоқ деген сөзбен енді қайтыс болардың алдында записка жазып кетіп, біз оны оқыған жоқпыз. Бірақ кейін естідік, мен сіздерге деп осындай ұрламағанды және мынау кімбірдің адамдардың әбден қорлық көп. Күнде шақырады екен Ләззатты. Мына бала қатысты, қол қой деп айтады екен. Мен білмеймін, айтпайым деп қарсы шыққан. Маған келді сосын айтып, ешқайсысына айтпай дедім. Барды. Өзің барды, барған жоқ деп айта бер дедім. Содан әбден шаршаған-ау. Кейін бір сотта бір Алматыда болған сотта мен де айттым ол кезде. Желтоқсанның құрбаны болу үшін сол площадьта қайтыс болу керек екен. Бұл кісі, бұл қызымыз сол анау ішкі істер қызметкерлерінің әбден қорлық, моральный ущерб көрді. Ол тағы бар, жаңа комнатында қыздың жоғалған сырғасы бар, ол бар, бәрі моральный әбден шаршатқан қызды, намысы жоғары тұр. Сол как раз 22-ші, 21-ші желтоқсан ұмытып қалдым, датасын точно айта алмаймын. Коридорда өзде бізде есің аузында бір мұғалім обязательно неғып тұрады дежурствода. Сол залда жүгіріп жүр екен, бір қыз жоғарыда тұр деп. Сол бәрі балконға шықты. Балконда қанша адам шықты. Қараса бір қыз тұр екен карнизде. Сол артынан келіп бір мұғаліммен бір бала келіп, артынан жақындап 2-3 метр қалып, мен ол кезде Ләззат екен, оны көрген жоқпын. Жақындағанда бетін басы да, былай басы да жерге құлады. Сөйтіп ол қыз қайтыс болып кетті. Бұл 86 жылы. 87 жылы мен Женпиде жұмыс істеп жүрген параллельно. Нұрлан Өнербаевтың енді шығып жатқан кезі, сол кездесу болды. Сол кезде өлең айтып келіп, бір өлең оқыды. Мен қазақ қыздарына қайран қаламын. Сол өлең как будто ойымда жүрген, қазақ қыздарына Ләззатқа арнап бір ән шығарам ба деп жүрген өзім. Соған өзі сай келе қалды. Ол әнді шығарды ғой. Мен өлеңді сұрап алып жатқанда Нұрлан айтты, бұл Исраил ағаңның
сөзі желтоқсан айынан кейінгі ой деген сөз деді. Ән шығарып болғаннан кейін не деп атып қоямыз? Желтоқсан деген сөз ауызға алынбайды. Ол заманда өте сондай заман болды. Біз қазақ қыз деп қоя салдық. Сонымен шығардық та сахнаға шығып ол кетті. Оның тарихын ешкім білмейді. 2005 жыл 20 жылдан кейін облыстық телевидение мені сұхбат алды, сіз желтоқсаншы болыпсыз ғой, қазақ қызы шығарыпсыз Ләззатқа деп. Сол кезде бар шындықты айттым. 20 жылдан кейін бұл Ләззатқа шығарылған ән еді деп. Өзі мамасы тірі, мамасы бәріміз кезінде соны қатысып жүрді. Осы 1-2 жылдың көлемінде, осыдан 2 жыл бұрын как раз 50-ге толды. 2020-да Алматыда Ләззат Асанов асып берді. Сол кезде мен бардым. Шахановтар да келді, өзде басқа желтоқсаншылар да келді. Сол кезде мамасы да тірі, қатынасып тұрдық мамасымен. Енді осы жерде мынандай әңгіме шығар. Жаңағы сұрағыңда қалай шықты дедің ғой. Соған ары 20 жылдан кейін бұл әнді шыққан. Сөйтіп сонымен облыстық не берген, сұхбат берген. Ләззат Асанова бірге оқыдым, қалай қайтыс болғанына куә болдым деп. Сөйтсем, бұны Алматының телевидение шығарып жіберді, бұл сұхбатты, облыс телевидение. Сөйтсем, оны Қасым Қайсенов ағамыз көріп отыр екен. Сол Мұхтар Шахановқа звондапты. Мұха, сіз Ләззаттың қайтыс болған туралы куә адам табай жүредіңіз, мына жігіт айтып жатыр, көрдім, өйттім деп. Ойбай тез, сонымен Шаханов өзі Нұрғисаев облыс әкімі соған шығып, мені алдыртты Алматыға. Шахановқа бардым, сұхбаттастық, сөздің тазасын айттым. Қалдыбай Әбенов деген жаңа режиссер болды. Бүкіл осы тарихтағы видеосъемкалардың бәрі сол кісінікі. Кезінде КНБ-лар алып қалған, бірақ таза съемка сол автор өзі. Солар болды, бар шындықтың бәрін айттым. Тазасы былай, тазасы былай. Олар оған дейін басқаша оймен келіпті. Площадь қайтыс болды деген, біреу былай болды деген, мен точкасын мен қойдым ау деймін. Басқадай жағыз, менен де басқа адамды, балдардың бір 50-60 бала көрді, қалай ішінде бір адам таппағанын білмеймін енді. Мен енді неге эфирге шыққасын не аватқан шығар, соны мен газетке точно іштен сөз қоспайсыз аға, мен қалай айттым, солай жазасыз. Солай жоқ, газетке де ол жазылды, бәрі айтылды. Оның тарихы осындай. Айналып көргенде. Қазақ қызын өзі бір сол сөзі де. Кеше ағамыз Исраил Сапаров қайтыс болды. Сол кезде бір журналист қайтар өмірдің өтердің алдында бір сұхбаттасқан екен, ең соңғы сөзінде басын тақа деген сөзде бір-ақ сөз айтты. Мен қазақ қыздарының қайран қаламын деп, шамадан үзіліп кетті. Осы мен қазақ қыздарына қайран қалам әніне арнап, Қызылорда қаласында бір ескерткіш па, бір нәрсе тұрғызылу керек дегенде әлеуметтік желіге Тілеген ағамдар жазған екен. Мен естідім, анау Тілеген Бекарыстанов деген журналист сөйтіп айтып жүргенін. Енді білмеймін ғой, енді мен айта алмаймын ештеңені, бірақ ол кісінің сөзі жаны бар. Мысалға, Қарағандыда болмайтын бір сөзді еске шығып қойған, үйдеп Қарағанды деген. Оны любой жерде қандай елді болмаса Гиде десек Қарағанды дейді. Сосын Жамбылда Ерке Сылқынға күйдің атына монумент қойды. Ерке Сылқын бүкіл қазақтың маңына еңгерткен, любой қазақ ол ойнайды. Соның өте популярны сондай. Енді бұл жерде қазақ қызы монумент құрады дегенде, мен қазақ қыздарынан қайран қалам деген сөз, ол бүкіл қазақ қыздарын алады, оның ешқандай артықшылығы жоқ. Мен қазақ қыздарына қайран қалам деген сөз, жалғыз ол желтоқсандағы Ләззатқа емес, бүкіл қатысқан былайынша кәдімгі өмірде жүріп жатқан өкіметке жұмыс істеп жатқан қарындастарымыз бар, үлкен азаматшаларымыз бар. Жалпы қазақ қыздарына деген бір монумент болатын сияқты. Біз шығармасақ та басқа облыс шығарып қалуы мүмкін. Соны біз бірінші шығарсақ, біздің облыс деген арманы бар өйткені. Мен қазақ қыздарының қайран қалам, мен шығардым сөзін, ән Исраил Сапарбаев жазды. Ол кісі тірі болғанда жақсы болатын еді. Соны көріп кеткенде болатын еді. Енді ладно, оны жоғары басшылар біледі. Бірақ ол мен қазақ қыздарының қайран қалам монумент, ол бүкіл қазақ қыздарына арналады.
сондай жолмен жалса болатын сияқты деп ойлаймын. Аға, әңгімеңізге рахмет. Бүгін бізде сұхбаттайым бағдарламасында болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Рамазан Тайманов желтоқсан оқиғасына қатысқан, көзімен көрген, ішінде болған Ләззат Асанованың бірге оқыған. Ләззат Асанова қобыз мамандығында оқыды ма? Қобызшы. Ол 8-ші класс бітіріп келіп түскен ғой. 86-16-да. Қақыры бір жыл болған түскен. Егін бірге түсті ғой 85-те. Барша желтоқсан құрбандарына бізге осындай егемендікті, тәуелсіздікті сыйлауға, әперуге себепші болған аға әпкелеріміздің ұрықтарына тағзым. Жандары жәннатта болсын. Аға, өзіңіз өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Қош, сау, саламатта болыңыз. Бірін айттан алайықсың, қазақтың қызы деген ғажап ат.